вход дейміз, кіру пакеттері 45 мың теңгеден басталады. 45 мың теңге, 90 мың теңге, 180 мың теңге, 270 мың теңге и 360 мың теңге. Ең үлкен пакетіміз, премиум пакетіміз 360 мың теңге. Компанияда апгрейд деген бар, да? Бір пакеттен екінші пакетке безболезненно любой сізге ыңғайлы уақытта өте берсеңіз болады. Компанияда рассрочка бар. Каспийден, Народныйдан рассрочкамен алып бір-ақ рет тіркелетін нәрсе. Біз мысалы неге 360 мың теңгеге келдік. Компания сізге қайтадан 3 ай сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын ақша сал демейді. Бір-ақ рет саласыз. Бұл суммаға өзіңіздің қалаған, таңдаған затыңызды аласыз. Крем аласыз ба, декоративный косметика аласыз ба, коллаген толтырып аласыз ба, немесе кальций аласыз ба, өзіңіз білесіз. Ешқандай шектеу жоқ, Енді бұл жерде бізге қатты тағы бір ұнап тұрған нәрсесі, компанияның беріп тұрған бағалы объемы, 45 мың теңгеге 150 PV береді. 90 мыңға 300 PV береді. Мына жерде 600 PV береді. 270-ге 900 PV береді. И 360 мың теңгеге 1200 PV береді. Бұл ешқандай компанияда жоқ деп мен смело айта аламын. 360 мың теңгеге может быть 600-650 PV береді шығар, бірақ та 1200 PV ешқандай компания бермейді. Енді компанияда, мысалы, сіз келдіңіз, сіз келдіңіз, өзіңіз тұрсыз и команда неге 360 мың теңгеге бір адам тіркедіңіз. Мына жаққа 360-қа тағы бір адам тіркедіңіз, мысалы, енді жұмыс жасап жатсыз. Компания сізге ешқандай да балдан, PV-дан, коэффициент деген жоқ. Таза суммадан төлейді сізге. Мысалы, бірінші бонусымыз реферальный бонус. Мына жерде 10%, мына жерде 10%, мына жерде 15%, мына пакетте 20%, мына пакетте 20%. Мысалы, 360 мыңға келгесін сізде 20%. Енді осы 360 мың теңгенің 20%-і 72 мың теңге. Сізге сразу сол моментте, сол сәтте кабинетіңізге 72 мың теңге түседі. Мына кісіден де 72 мың теңге ақша түсті, 20%, мынаның 20%. И екеуінің ортасынан командный бонус, бинарный бонус түседі. Ол дегеніміз, мына жерде жоқ, мына жерде 4%, мына жерде 6%, мына жерде 8% и мына жерде 10%. Осы 10% алған кезде сізге мына жерде 36 мың теңге ақша түседі. Екі адамды өзіңіз 360-ға келдіңіз, екі жағыңызға екі адамды 360-ға тіркеген кезде сізге 180 мың теңге ақша түседі. Это вообще супер, это вообще круто деп ойлаймын. Команда. Енді біздің компанияда статустар бар, жабатын. Статустар өте тез жеңіл жабылады, жаңа айтқан, өйткені PV өте үлкен. Бірінші статус, стар деген статус 1800 балл PV, стар. 1800 PV дегеніміз, қараңыз, 360-тан бір адам келді, міне 1200 PV берді. Енді сізге 180 мың теңгеге мына жерге тағы бір адам келсе, 600 PV береді. Все, болды, сіз уже стар статусындасыз. Осы жерге келген кезде бірінші уровеньнан 20% мэтчинг бонус төленеді. Мэтчинг дегеніміз чек от чек. Мына жерде, мысалы, мына екі адамыз келді ғой, екі жағына екі адамын тіркеп, табыс тапса, сізге соның 20% түседі. Одан кейін лидер деген статус. Лидер деген статуста 3000 балл. 3000 балл. Бұл жерде уже екінші уровеньнан сізге 10%. Яғни сіздің мына жазған адамыңыздың адамы, мынаның адамынан түседі сізге екінші уровень. Сөйтіп компания 7-ші уровеньға дейін матчинг бонус төлейді. Итого 48% төлейді. Ол дегеніміз өте шикарный. Содан кейін бронзовый лидер 6000 балл. Балл күймейді, накопительный. Мына жерде 1800 болды ма, соның үстіне 1200 балл қосылса, 3000-ға толады да, сіз уже екінші статус жаба бересіз. Мына жерде уже үшінші статустан беріледі 7%, және де осы жерде 50 мың теңгеге компания сізге подарки береді, өзінің өнімдерін береді. Мынадан таңдағаныңызды, қалағаныңызды аласыз. Содан кейін серебряный лидер. Серебряный лидерде 18 мың балл. 18 мың балл. Төртінші уровеньнен 5% береді матчинг бонуста, және де бұл жерде жаңа айтқан өздерінің ортопедический көпшіктері бар. 120 мың теңгеге 3 штук көпшік береді сізге. Әрқайсысы 40 мың теңге тұрады. Содан кейін золотой лидер. Золотой лидерде 60 мың балл PV. Бұл жерде командаңызда бар болғаны 50 адам, 5-ші уровеньнен 3% төлейді мына жерде сізге. И және де 380 мың теңгенің мына жерде судың фильтрін береді, судың. Фильтр дегеніміз қазіргі заманауи технологиямен жасалған. Бір кнопкасын бассаңыз минеральный су ағады, бір кнопкасын бассаңыз ыссы су ағады, бір кнопкасын бассаңыз мұздай су ағатын фильтрді сізге просто так демей ақ қояйыншы, подарки береді. Сіздің помимо того, что вы зарабатываете, плюс сізге мына ссылка береді. Одан кейін интернациональный лидер. Бұл жерде сіз уже 6-шы уровеньде ашасыз, 2% төлейді. Бұл жерде путевка, саяхат, екі адамға саяхат береді. Және одан кейін топ лидер. Топ лидерде 6-шы уровень.
жетінші уровень береді, жетінші уровеньнен 1% береді, және де мына жерде VIP путевка, саяхат, 2 адамға тоже. Бұл жерде обучение, ретрит болады шетелде, және де 1+1% мировой товар айналымынан береді. Одан кейін Diamond'да автомобиль береді. Автомобиль 20 миллион теңгенің машинасын сіз компанияда сыйлық қаласыз, плюс тағы 1% мировой товар айналымынан береді. Одан кейін ең үлкен статусымыз амбассадор. Амбассадорда квартира береді. 40 миллион теңгенің квартирасын біз жаңа жақтан рассрочка алып жатырдық қой. Мына жерде уже сіз сыйлық қаласыз. Тағы да 1% мировой товар айналымынан береді. Және де бұдан да басқа бізде компанияда қазір керемет тағы бір бонус бар. Ол структурный бонус деген. Структурный бонус деген сіздің тауып отқан табысыңыздан сіздің отдельный счетыңызға ақша жинайды компания. 5%. Да? Мысалы, қазір данный момент менің кабинетімде 29 мың теңге тұр. 29 мың теңгенің мен 20 мың теңгесіне айтайық кальций сатып алдым өзіме. Кальций сатып аламын бұл ақшадан. Осы сатып алған кальцийімнан 20 мыңнан 25% 5 мың теңгесі менің өзімнің счетыма қайтып келеді, представляете? Өзімнің алған затымнан өзіме ақша қайтып келеді. И плюс осы 20 мың теңгеден 5% 1000 теңгесі менің спонсорыма түседі. Спонсорыма структурный бонус болып түседі. Енді қараңыз, повторный товар алсаңыз. Иә, повторный покупкадан. Енді мына счетқа ақша жиналып отыр ғой, мына ақшаны $500 только. Иә, примерно айтайық 250 мың теңге. 250 мың теңге сіздің счетыңызға жиналды бір айда. Артық алмайды. Ертең сіз 5 миллион, 10 миллион алып жатқан кезде, оның 500 мың миллион алмайды. Только бар болған 250 мың теңге бір айда ұстайды. Соның 250 мың теңгенің 5%. Мысалы, сіздің командаңызға мен келдім, мен 250 мың теңгеге бір айда өзіме керекті кальцием бітіп қалды, коллаген бітіп қалды, крем бітіп қалды, өзіме алып отырмын, алып отырмын. Менен сізге 12.500 теңге ақша түседі екен. Менен. Енді менің құрған командам бар ғой, менің құрған командам басқа адамдарыңыздың командасынан, примерно сіздің командаңызда 1000 адам болған кезде, мысалы айтам да, 12,5 миллион теңге ақша түседі екен. Ертеңгі күні ол 1000 адамыңыз 10 мың адамға жетеді. Сол кезде сізге 125 миллион ақша түседі, представляете? Ақша қайда жатыр? Менде мысалы, мен бұрынғы істеген компаниямда, менің командамда 19 мың адам болды. Представляете, каждый соның біреу помада алып жатыр, біреу коллаген алып жатыр, біреу туш алып жатыр, біреу тоналка алып жатыр, 400 теңге, 300 теңге, 200 теңге, 500 теңге, 1000 теңге түскен кезде ақша деген құйылады ертең. Ол үшін қазір команда құруымыз керек, структура құруымыз керек. Енді бұл структурный бонустық керемет. Соңыра кэшбэктен пайда болып тұрсыз. Иә, кэшбэктен түседі. Енді қараңыз, сіздің командаңыз бар. Мысалы, сіз келдіңіз да, міне бір адам тіркедіңіз. Ол адам аттап өзінің командасын құрып кетті. Сіз екінші адамды әлі тіркеген жоқсыз. Басқа шаруаңыз болды, басқа жаққа кетіп қалдыңыз. Мына адам жұмыс жасап жатыр. Енді осы адамның құрған командасынан екінші веткіңіз болмаса да, сізге осы құрған командадан структурный бонус түсе береді. Бір веткадан да түсе береді. Маркетингті разбирать етіп қараған адамға бұл жерде ақша деген былай.